Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дамды жылқы етінен қуырдақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет 1 кг жылқы еті, 300 грамм бауыр еті және 500 грамм картоп, 1 сәбіз, 1 пияз қажет болады. Мен картопымды 4 бөлікке осылай бөліп алдым. Барлығын осылай картопымызды турап шықтым. Енді сәбізімізді де жуандау қылып турап аламын. Осылай бөліп алдым. Енді ортасынан да бөлемін. Пиязымызды жұқа етіп майдалап турап аламыз. Ал етімізді орташа бөліп турап аламын. Үлкен емес, кіші емес, орташа бөліктерге бөліп аламын. Дәл осылай барлығын бөліп аламын. Негізі бауырды бөлек ыдысқа бөліп алғандарыңыз дұрыс, өйткені бұл майға қуырылмайды. Бөлек соңында қазанға салатын боламыз. Сондықтан бөлек ыдысқа салып алсаңыздар да болады. Мен еттің ең астына салып жатырмын, өйткені бетіндегі еттер салынып, бауырды салмай осы ыдысымда алып қаламын. Дәл осылай етіміздің барлығын бірдей қылып турап аламын. Мұның барлығы дайын. Енді көп мөлшерде май құйып, жұқа табама картопымды алдын ала қызартып қуырып аламын. Мұны дәл осылай қызартып қуырып аламын. Енді қазанымызды отқа қойып, майымызды қыздырып, етімізді саламыз. Мен 1 ас қасық тұз саламын. Дәміне қарай өздеріңіз дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Етімізді қызарғанша осылай қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды салып, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Дәл осылай қызарғанша қуырып аламыз. Енді бетіне сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Мен 300 грамм су құйып, жарты сағат немесе 10-15 минутқа қойсаңыздар да болады. Ол еттің пісуіне байланысты. Мен жылқы еті болғаннан кейін бұны жарты сағатқа
жай отта пісіріп аламын етімді. Мына жарты сағат өтті. Етіміз жартылай пісті. Енді бетіне бауырымызды саламыз. Өйткені бұл қуырылмайды, қуырылса өте қатты болып қалады. Және картопымды саламын. Бұны да қуырудың қажеті жоқ, өйткені мен майға алдын ала қуырып алдым. Кішкене су қойсаңыздар да болады, немесе суы бар болса құймасаңыздар да болады. Енді бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямын. Мына біздің қуырдағымыз дайын, өте дәмді. Көрінісі де өте керемет. Картопымыз қандай әдемі қызарып піскен, етіміз өте жұмсақ.